Жазира кадрдан онша емес қалатын сияқтымын. Нормаль болып тұрмын ба? Ой, уайымдамашы, сені барынша әдемі түсіріп берем ғой. Саған сендім онда. Бастай берейін ба? Иә, бастай бер. Армысыздар, сіздермен бірге Тұран Channel және оның тізгіншісі мен Арайлым Мұхатбек. Бүгін Тұран университетінде Білім және ғылым министрлігі операторлық өнер мамандығы бойынша 11-ші республикалық олимпиада өткізіп жатыр. Операторлар бізді сұлу, әдемі етіп түсіріп қана қоймай, сонымен қатар суретшінің де, тіпті режиссердің де қызметін атқарып кететін жай бар. Ендеше осындай жауапты саланы таңдаған операторлардың еңбегінің нәтижесіне сіз бен біз болып бірге куә болайық. Болды, жарайсың. Операторлық өнер мамандығы бойынша 11-ші республикалық пәндік олимпиадада Қазақ ұлттық өнер университеті, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы және Тұран университетінің студенттері өзара бақ сынады. Олимпиаданың негізгі мақсаты кәсіби дағдыларды көрсету, шығармашылық қабілеттер мен жоғары мәдениетті таныту және практикалық тәжірибеде операторлық салада заманауи технологияларды қолдану мүмкіндігі. Мне понравилась, в общем, сама вот эта концепция самой Олимпиады. Она построена по принципу там, олимпийской системы, да? Победители какому смысле совокупности сделанных работ, фотокомпозиционных, потом видеоработ, и в итоге выводится победитель. Это дает очень большой стимул будущим операторам, потому что если мы будем поддерживать с профессиональной точки зрения их работы, да, это дает тоже, как бы сказать, направление и как бы вдохновение для будущих работ. Интересный взгляд, креативный, где-то необычный. Решения, смелые, можно сказать, решения по операторскому искусству, поэтому могу смело сказать, что растет достойное поколение операторов, скажем так. Поэтому, я думаю, в будущем в Казахстане будут довольно, такие, можно сказать, профессиональные кадры. Вот. Ну и будет, сейчас вот кино развивается, и нужны такие вот, скажем, новые специалисты. И мне что понравилось, то что сейчас не только Академия Жүргенева, но и сейчас Туран, и Шабыт, везде есть талантливые такие студенты. Тұран университетінде осымен 5-ші рет өткізіліп жатқан республикалық олимпиаданың демеушілері Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасы қоры, Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы, Хабар агенттігі, КТК, Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм, Қырғыз-Түрік университеті Манас, Кюфильм Куперс, Байқоңыр қысқа фильмдерінің республикалық фестивалі және Бродвей кинопорталы. Пәндік олимпиада өте маңызды деп ойлаймын. Студенттерге көптеген шанс дейді орысша, шанс беріледі, өзінің жұмысын, өзінің істеу білетінін экранда көрсетіп, белсенді, белгілі операторларға көрсетіп, өзін таныту. Студенттердің қанша уақыты кетті дайындалу үшін? Оларға 1 жыл бар дайындалуға. Міне бүгін осы шықты олар, бүгіннен бастап дайындалса болады. Республикалық телеарналардың қолдауымен ең үздіктер тәжірибелік машықтанудан, сарапшылардың жетекшілігімен студияда кәсіби фото және бейнефильмдер шығаруға мүмкіндік алады. Қазақфильм киностудиясы бұндай бастамаларға ылғи да көмектесіп қол созып жүреді. Жыл сайын біз өз атымыздан арнайы сыйлықтарымызды беріп жүреміз. Биыл да дәл солай өз таңдауымызды жасап, бір оператор жігітке призімізді бердік. Мұндағы балалардың талаптары жоғары, өте мықты, жоғары деңгейде. Оның үстіне қазіргі жастар өте алғыр, заманауи, бүгінгі технологияны өте жетік меңгерген. Оларға мен тәнті болдым, жаңа көріп кез келген туындыларына фотография болсын, операторлық жұмыстары болсын, видео жұмыстары болсын. Первое место вручается Нугаев Ринат. Республикалық пәндік олимпиаданың жеңімпаздары. Бірінші орын иегері Нугаев Ринат, Тұран университетінің 2-ші курс студенті. Екінші орын иегерлері Реймова Аяла, Тұран университетінің 2-ші курс студенті. Мақат Камила, Қазақ ұлттық өнер университетінің 3-ші курс студенті. Үшінші орын иегерлері Абишев Азизәлі, Қазақ ұлттық өнер академиясының 3-ші курс студенті. Мінейхан Есенбек, Қазақ ұлттық өнер университетінің 2-ші курс студенті.
және Бақыт Сәтбек Қазақ ұлттық өнер академиясының 3-ші курс студенті. Это было нелегко, потому что предварительный съемочный период, он занял достаточно времени. И я очень рад отчасти, что эта Олимпиада прошла. Сложностей не было, все проходило очень хорошо, потому что у нас был подготовительный период. Мы за 2 недели до съемочного периода мы подготавливались, и благодаря подготовке у нас все прошло хорошо. Я получила 2-е место и сертификат, стипендию от Ураза Абишева. Мне Олимпиада понравилась, я участвую уже 3-й год. Я хочу поблагодарить университет Туран за такую возможность, что можно участвовать. Это была моя первая работа, я очень волновалась во время съемок, и я очень рада, что прошло все хорошо. И мне очень сильно помогли мои одногруппники, и без них я бы не смогла просто снять этот фильм. Я очень рада, что Аяла победила в этом конкурсе, заняла 2-е место, но мне кажется, что не было бы этой работы, если бы не было такой дружной команды операторов 2-го курса университета Туран. Я хочу сказать большое спасибо Рустему, Ринату, Дауту и самое главное нашим актерам Денису и Амиру, которые сыграли у нас. За короткое время мы все это сделали, очень такие были сроки, потому что мы участвовали на 48 часов, а потом и операторская была. Но такие конкурсы, они очень крутые, они очень полезные для нас. И я надеюсь, что в следующем году будет проводиться такой конкурс, и мы еще покажем очень много крутых работ. Ресми демеушілердің қолдауының арқасында республикалық олимпиаданың өзге де қатысушылары арнайы сыйлықтар мен жүлделерге ие болды. Арайлым Мұхатбек, Жазира Пірімқұл, арнайы Туран Channel үшін.